биге қатысқансыз ба негізі? Саламатсыздар ма? Қош көрдік. Жоқ, ондай биге өнерім жоқ. Просто не болғаннан кейін. Бірақ кез келген ортада іліп кетем, билеп кетем дегізші. Онда мархабат. Үміткерлер көріп қалсын. Жәнібек. Жәнібек? Жәнібек керек па сізге? Әрине. Жәнібексіз болмайды сияқты. Жәнібек, онда келіңіз. Бірақ қатты жұлдыз болып кетпеңіз. Мүмкіндікті бересіз ғой? Қатысушылар қосыламыз. Иә, би. Не беймен басқа би күттім? Ят болды. Ұяттың ғой сіз 30 нешедесіз? Жәнібек? Ят болды. Ортада орда бұзады дейтін еді, білмеймін Жәнібек, сізге қарап мен енді ойланып қалдым енді. Бір жақсы бір би болады екен деп едім. Жоқ, мынау негізі андай энергиясы бар екен, қосып кетеді екенсіз, бірдеңе болып қалады екенсіз. Бәсе? Бұл тойдың биі деп аталады, тойдың биі, ортадағы. Тойдың биі. Ауылдағы. Ал қазір басқа жақсы, негізі пысық екеніңіз, билей алатыныңыз, қимылдай алатыныңыз көрініп тұр. Енді сізді жай қыздардың көзіне көрініп қалсын деп ортаға шақырғаным ғой. Жақсы, енді бірі көңіл көтеріп билеп жатырмыз, улап шулап жатырмыз, бірақ Аида, не болды? Басыңыз төмен салбырап, үндемей отырсыз. Қайырлы күн болсын. Қайырлы күн. Не болды? Өзімді андай жет сезін қаламда, соңғы бір осы 2-3 күн. Микрофон жақын ұстаңызшы, не болды? Соңғы 2-3 күнде қатысушылардан бір жет қалып жүрген секілді өнше, бөлектеніп. Неге? Жыламаңыз, Аида. Эфирге дейінде андай қатысушылар бірге видео түсіреді, бір-біріне реклама жасайды, күшті болып, дос болып жүреді та. Сосын мен де бүйтіп қастарына барам да түсірейікші деген секілді. Енді менің телефоным қазір iPhone емес та, жасырын емес. Менде качество дұрыс емес. Маркасын айтпай ақ қойсаңыз, иә. Жақтырмай ма, сондай андай. Жоқ, мен басқа қызбен түсірем деп кетіп қалады. Қыздарға барсам да солай. Мен уақытым жоқ дейді, кетіп қалады. Содан кейін андай өздері де шақырмайды, сосын бөлек отырып қалып жүрмін да. Сізді бөліп жүр ма, шеттетіп? Неге қатысушылар? Жоқ, Балауса ханым. Неге орталарыңызға қоспай жүрсіздер? Балауса ханым шеттетіп жатқан жоқ. Мен Аиданы осы бірінші күннен бастап өзім телефоныма түсіріп, оған видеосын жіберіп, сөйтіп қыздар тоже түсіріп беріп жатыр. Ондай бір жертва керек емес. Аида, эфир енді басталды, жыламай бастайықшы, пожалуйста. Балауса ханым, мына жерде бар ғой, менің ойымша, кеше ғана негізінде Аидамен әңгімелесіп қалған болатын, сол жерінде айтқан болатын. В принципе, ол Аблайдың навязывать етіп қойған комплекс сияқты негізінде Аидаға. Аблайдың? Аблайдың. Себебі енді, в принципе, андай нәрсе да, енді маркасы төмен болғаннан кейін Аблай тұрып енді қасына келген кез. Бірінші күні ғой, кастинг күндері ма, сондай күн нәрсе айтыпты. Сенде мынандай телефон ба, менде уже мынандайдың екеуі бар ғой деген сияқты қылып айтқанда, енді Аида соны көңіліне қатты қабылдап қалыпты. Маған кеше ғана айтады да, мен барсам, біреумен контент түсірейін десем, ұяламын дейді да, енді қысыламын. Мені андай жақтырмай қалатын сияқты дейді да, жоқ, оған онда тұрған ештеме жоқ қой, енді уверенно барып айта бер, ешкімге ештеме болып жатқан жоқ деп. Соны айтып жатыр едім. Сол нәрсе енді Аблайдың кесірінен сияқты. Аблайдан басталды дейсіз, иә? Аблайдан басталды. Мен мына жерде Мадина, сен негізі өтірік кәдімгідей айтатын болыпсың ғой уже. Қара, мен Аблай, сен естідің ба мені? Мені естідің ба сен жаңа ғана? Мен айттым, Аида екеуміз сөйлесіп қалдық дедім. Сол кезде Аиданың маған айтқаны бар дедім. Яғни Мадина естігенін айтып тұр Аидадан. Аида, мен сонда саған сен телефон осындай дедім, мен наоборот түсіріп беріп жүрмін осы кісіге видеоларын. Мен түсіріп беріп жүрмін да негізінде. Мен өзім Аблай айтып алайыншы, содан кейін айтасың. Негізі осы эфирдің алдында, осы бастапқы эфир енді басталған кезде сөйтіп өзімнің телефонмен отырғам, қасымда Аблай отырған. Сосын мен айттым, білейін, менде качество жаман болып жатыр деген секілді. Сосын сенікі қандай телефон деп үйті қаратта, менде мынандай телефон екеуі бар ғой деп күліп тұрып кетіп қалды. Содан кейін мен андай Балауса ханым, білейін деп қалып, мүмкін сол қатысушылар бәлкім
кейбір енді бәріне көбіне топырақ шашпаймын, Иә. бірақ кейбіреулері жағдайға қарап сөйлейді ау деп кішкене тартынып қалғаным бар. Абылайхан, бұл жерде Былай келісіп алған төмендету деп ұят емес па? ойлаймын. Балауса ханым екеуі келісіп алған сияқты ана бір түр жасап ше. Но мен бұл жерде екі телефон бар деп айтқан емеспін. Менде екеуі де емес. Ол эфирге тем более мен біреуін әкеп жүрдім да осы жерге. Мен қалтама сыймайды да. негізі екеуі бар менде дейсіз ғой. Жоқ. Мен ол екеуі деген біреуінде память толып Балауса қалған видео ханым, түсіремін да. Екіншісі ол ол енді память үшін. Абылай Бұл жерде негізі рас. бізге келісіп Мен бұл жерде қандай бірақ бұл қажеті тема жоқ дәп қозғалған саған. емес. Қыздар, сендер ана құрастырып келген шығарсыңдар, может быть, бір атака жасайық деген Жоқ, қарасай, бізге сен Мен- үшін саған именно келісіп керек емес, сен ондайға татитындай адам емессің да, например, былай айтқанда. Сол себепті айтып жатырмын, просто бұл Аиданың Жоқ, Балауса реніші ханым, мен сондай, айтып одан басқа Айжанмен сөйлеп жатырмын болмаса. Мадина, сөзіңізді аяқтаңыз. Одан кейін енді Аида кішкене алысырақ жақта да тұрады екен да, сол жағынан айтты. Мен кішкене қатысушылармен шығайын десем, сөйтіп алыс жақта тұрады, бүйтеді, сөйтеді дегені бар. Сол себепті кішкене шақырмайтын да, шеттейтін де содан шығар деп неметіп қалған Жақсы, болар. қыздар, жігіттер, бір кішкентай балалардың арасындағы әңгіме сияқты болып кетті. Бірақ енді қыз баласы болғаннан кейін ондай сөздерді бір көңіліне алып қалуы мүмкін. Сондықтан сыйлаңыздар бір-бірлеріңізді, ортаға тартыңыздар. Бұрыннан жүрген қатысушылар, соны қарап жүріңіздер, араласуын, сөйлесіп кетуін, бәрібір де кіші болғаннан кейін, қыз болғаннан кейін көңіліне алып қалуы мүмкін. Аида, жыламаңыз, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады, араласып кетесіздер. Бұл жаңа орта болғаннан кейін үйренісіп жатсыздар. 2 аптада енді керемет дос болып кету мүмкін емес, сондықтан да көңіліңізді түсірмеңіз. Аиданы ренжітпеңіздер, қатысушылар. Құрметті көрермен, бізде енді жарнаманың уақыты болып қалды. Жарнамадан кейін Индира мен Рүстемнің таныстығы қалай болып жатыр, бірге білетін боламыз.